Құрметті ұстаздар, құрметті қонақтар, құрметті оқушылар, бүгінгі тәуелсіз мерекесі құтты болсын. Әр отбасыларыңызға, шаңырақтарыңызға берекеге толсын. Ұжымымыз бірлікте, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Мына бұл 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деп өздеріңіз жақсы білесіздер. Бабамыздың қанымен, терісімен келген тәуелсіздік. Тұрақты еткен азаттық жүргенімен жырақ көптен. Біздер мына жадырап күліп жүрсек, бабаларға мыналғыз жылап кеткен. Аллағалғыз жүрсе егер тәуелсіз боп, шекараның шеңберін әретсіздік, енді бастан таймасын қазақия, қиындықпен орнаған тәуелсіздік. Ой, сонда істе отыр. Қазақ башы қалмай қалма, кеттік кәне. Біз қасымыз! Қазақты қазақ басқару керек. Жоқ, мен ол көтеріліске барған жоқпын. Кеше балалардың өзіміз асыл жадында отырып жиналғанбыз. Ішкі органдарынан келдіңіз, Қайрат Рысқұлбеков сіздерге ма? Аманшылық бар, шай ішіпсіздер ме? Біз Қайрат Рысқұлбековті бөлімшеге әкетуге міндеттіміз. Әкетпейсіздер, жібермеңдер, әкетпейсіздер, жібермеңдер. Рысқұлбековті алдын алып келді. Рысқұлбеков, сен Сәтбаев және Бамен көшелерінде көтеріліс басталды деген айып тағылды. Жоқ, мен ол көтерілісте болған жоқпын. Рысқұлбеков, Савицкийді өлтіргеніңді мойындасаң, жазаң жеңілдейді. Әйтпесе әкеңмен бірге жазаланасың. Жоқ, мен ешкімді өлтірген жоқпын. Адам түгілі тышқақ өлтіріп көрмеген. Рысқұлбеков, біріншіден сен жазаңды мойындайсың. Немесе маған 4 сом әкеп табыстайсың. Сонда жазаң жеңілдейді. Ауылда күндерін әлем көріп отқан ағадан ақша сұрағым келмейді. Бермеймін ақша. Қайрат Рысқұлбеков, жазаның ең ауыр түрі өлім жазасына кесілсін. Соңғы сөзіңді айтып ал. Қынадан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, боз торғайдай жаным бар. Ал атам десен атым бар, Қайрат деген атым бар, еркек тұрды құрбандық. Атам десен атымдар! Алып кетіп кеткен жараларына. Бауырларым, сендердің денсаулық, көңілге тұрмыс-тіршіліктен нұсрат біле алайын. Бәрібір маған оны естіп білу соңындайма, менің құлдағды жазбайын деп отыр. Әйтеуір о дүниеде де ақ таза жүрегіммен өліміме тек жалақорлар мен тергеуші соттарда кінәландар. Соңғы рет қимастықпен беттеріңізден сарғайған сағынышпен сүйдім. Қош болыңдар, қош бол жарық дүние. Бар бақытымды о дүниеден табармын. Сағынышты сәлеммен